Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін жүгері қайнатудың ең дұрыс тәсілімен бөлісетін боламын. Мен көп тәсілді қолданып көрдім, тек осы ғана маған ұнады. Ол үшін бізге өзіңізге керек мөлшерде жүгерілерді алып, барлығын сыртын ашып, жақсылап тазалап алатын боламыз. Осыны салқын суға кішкене жапырақтарымен қоса жуатын боламыз. Осылай жуып болғаннан соң жапырақты бірінші астынан төсеп, үстінен жүгерілеріміз салатын боламыз. Жапырақты салу себебім дәмін, иісін келтіретін болады. Осылай үстінен міндетті түрде бір қасық қант салғандарыңыз дұрыс. Және қайнап тұрған су құюларыңыз керек. Қазанды толтырғанша су құйып, газге 20 минутқа қайнататын боламыз. Одан аз, одан көп қайнатудың қажеті жоқ. Сағатқа қарап қайнатқандарыңыз дұрыс. Дәл осылай дайындап көрсеңіздер болады. Жұмсақ болып пісіп шығады. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша тұзын сеуіп дастарханға ұсынсаңыз болады. Достар, менің видеом ұнаса, парақшама тіркеліп, комментарий қалдырыңыз. Дайындап көріңіздер, аз болсын.